Қайырлы күн. Бүгін сіздерге жұмсақ дәмді рулеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналымнан басқа да рецепттерді көре аласыздар. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, ұнаса видеоға лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Алдымен таза құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып, үстіне шекер салып, видеодағыдай 2 есе көтерілгенше жақсылап миксермен араластыратын боламыз. Дәл осы тестадан рулет қана емес, бисквит, торт жасасаңыздар да өте биік болып күшті шығатын болады. Бұл үшін менің видеомды соңына дейін көріп, ұнаса пікір қалдырып, парақшама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Біздің массамыз 2 есе көтеріліп дайын болды. Енді ұнымызға разрыхлитель қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Енді сұйық массамыз бен құрғақ массамызды біріктіріп, ақырын араластырып, миксермен жай жылдамдықта араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып болған соң, үстіне сұйық май мен сүтімізді құйып, тағы да миксермен араластырып алатын боламыз. Біздің массамыз дайын болды. Дәл осындай видеодағыдай болу керек. Енді пергамент қағазы төселген табамыздың үстіне құйып шығамыз, біркелкі етіп, тегістеп шығамыз. Дайын болған тестамызды 150 градуста 20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Пісіру кезінде печкамыздың есігін ашуға болмайды, себебі бисквитіміз бірден төмен түсіп, піспей қалуы мүмкін. Біздің бисквитіміз, рулетіміз дайын болды. Енді оны ыстықтай күйінде осылай пергамент қағазына орап алатын боламыз. Сонда формасын жақсы ұстайтын болады. Енді рулетіміздің кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін холодильникте тұрған осындай салқын сливкемізді миксерлеп алатын боламыз. Ақырындап, жай жылдамдықпен бастап, соңына қарай жылдамдығын арттырып отыратын боламыз. Ақырындап шекер саламыз. Қоспалардың барлық құрамын, мөлшерін төменгі описание бөлімінде қалдырдым. Сол жерден көре аласыздар. Осындай қоймалжың болған кезде миксерімізді тоқтатып, үстіне қойылған вареный сгущенка қостым. Енді тағы да миксермен араластырып алатын боламыз. Креміміз дайын болды. Енді
рулеттің ортасына кремімізді ақырындап жағып шығатын боламыз. Рулетіміздің екі жағын осылай артық жерін кесіп алатын боламыз. Одан соң артылған кремімізді кішкене осылай рулетіміздің бетіне жағып шығамыз біркелкі етіп. Одан соң үйде бар шоколадты қолдансаңыз да болады, осылай әсемдеп шықтым. Сіздер қалауларыңызға қарай безендірсеңіздер болады. Біздің рулетіміз дайын, ас болсын.